киелі кітаптарда жазылғандай ең әуелі сөз болған. Ол сөз Құдай деген сөз болған дейді да. Демек, ненің болсын басы сөзден басталады да. Алла айтады, мен бол дедім дейді. Рухымды жібердім дейді. Амин деген сол бол деген сөз. Көрдіңіздер ма? Дүниенің бәрінің бастауы сөз болғанда. Демек, мәселенің бәрі сөзде де. Жылы сөйлесең, жылан ілінен шығады дейді ма қазақ? Мәселе мынада да Алланың сөзі бар, кітаптар. Адамның сөзі бар. Адамның сөзі Алланың сөзімен сәйкес келген уақытта сізден күштен жаратылыс жоқ. Түсіндіңіздер ма? Адамның сөзі Алланың сөзінен алшақ кетті ме, сенен әлжуаз нәрсе жоқ. Міне жалпы алғанда өзі барлық аксиома осында да, осыны әлі уақытқа шейін ешкім түсінбейді да, мысалы үшін. Сөзді де бөліп ағасындар, дінді де бөліп ағасындар, ақиқатты да бөліп ағасындар. Және де оның жалпы ортасынан көбісі жалғандыққа бұрып ағасындар. Сосын айтсақ, жын десек, шайтан десек ренжисіңдер. Ренжімеңдер. Мен әрқайсының көзіңе де қарап айтып отырған жоқпын. Сөзіңе қарап айтып отырмын. Айтқан сөзіңнен сенің жын екенің, шайтан екенің, адам екенің, әруақ екенің белгілі болады да. Қайталап айтамын. Алланың сөзіменен сенің сөзің сәйкес келу керек. Алланың рухымен сенің әруағың сәйкес келу керек. Міне, осы сәйкестіктің бәрі болған кезде жұп пайда болады. То есть сіз Алла іспетті жағдайға көшесіз да. Енді Алланың келбетінде Мұхаммедтей болып, іспетінде Исадай болсаңыз, сіз Алланың алдында жарқырап тұрасыз. Бар мәселе осында. Енді жаңағы айттым ғой мен сіздерге, неше түрлі әлемдер келіп жатыр деп, неше түрлі сөздер айтылып жатыр. Оның барлығында жаңағы Алланың сөзімен салыстырмалы түрде шешіп аласыздар бәрін. Алланың кітаптарына сәйкес болса, ол дұрыс. Алланың кітаптарына сәйкес болмаса, ол қате. Тіптен Алланың сөзін білмесеңіздер, қазақтың даналығын білсеңіздер, оның өзі. Өйткені қазақтан сөз қалмаған. Ал сендердің қазіргі блатной, сватной сөздерінің бештеңгері жоқ. Одан да орысым жақсы. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан дағы қазақтың ескі салтын, дәстүрін, ештеңесін етіп керек жоқ. Қазіргі уақытқа да сәйкес салт жасауға болады. Егер де ол Алланың сөзі мен адамның сөзінен туындаған даналыққа сәйкес болса. Дәстүр, салт барлығы даналыққа сай болу керек. Міне қазақтың бар қаймағы, байлығы да осында жатыр да, мысалы үшін.